Барша қыз-келіншектердің назарына бүкіл әлемде розовый октябрь маусымы басталды. Яғни қазақша қызғылт қазан. Дәл осылай бүкіл әлемде, тіпті Франциядағы Эйфелевой башняның өзі қызғылт, яғни розовый түске боялып, бұл туралы бізге ескертуде. Бұл не десеңіздер, яғни әйел адамдардың арасындағы ракта екінші орында тұрған сүт безі рагы, яғни рак молочный желез туралы және оның алдын алу мақсатында жүргізілетін шаралар дәл осы розовый октябрьде жасалынады. Мен де әйел адамдарды қарайтын гинеколог маман ретінде өзім сіздерге пайдалы кеңес ретінде видео түсіргім келді. Және осы сүт безі рагына байланысты ең жиі қойылатын 10 сұраққа жауап бере кетсем. Ол бірінші, сүт безі рагы тек әйел адамдарда кездеседі ме? Жоқ, ол ер адамдарда да кездесуі мүмкін, әсіресе тұқым қуалайтын мутация болатын болса. Екіншіден, егер сүт безінде қандай да бір түйін немесе уплотнение байқасақ, қорқу керек па? Ең алдымен сабыр сақтаңыз, өзіңіз пальпация жасау арқылы тексеруіңізге болады. Және егер күмәнданған жағдайда міндетті түрде маммологқа және сүт безі УЗИін өтуіміз қажет. Үшіншіден, біз сүт безі рагының алдын алу, қалай алдын ала аламыз? Ол біріншіден самообследование, яғни өз-өзін тексеру айына 1 рет, және 40 жастан асқан әйелдер болатын болса, 2 жылда 1 рет скрининг бойынша маммография өтіп отыру қажет. Және төртінші, біз қалай тексереміз? Мен мұнда қалай тексеру керек екенін суретін қалдыратын боламын. Егер сіз менструация келетін репродуктивті жастағы әйел болатын болсаңыз, онда менструацияның 5-10 күндердің аралығында сүт безін пальпациялау арқылы, мұнда көрсетілген, яғни сүт безінің ұшынан артына қарай және айналдыра отырып өз-өзіңіздің сүт безіңізді пальпация жасап, онда түйін бар ма жоқ па тексеруге болады. Ал егер 40 жастан асқан әйел болсаңыз, онда маммография өту маңызды болып есептеледі. Жылына 2 жылда 1 рет өтіп отырасыздар. Және қай кезде міндетті түрде бару керек? Ол сүт безінде егер бізде қандай да бір түйінді байқасаңыз, немесе тығыз бір өзіңіз пальпация жасағанда сезілсе, қандай да бір образование, немесе сүт безінен қандай да бір бөлінділерді байқасаңыз, қатты қызаруларды байқасаңыз, және екі сүт безі екі түрлі асимметрия болып, және ондағы ауырсынулар болса, міндетті түрде маммологқа қаралуды ұмытпаңыз. Ал жалғасын келесі рилста салатын боламын.